2 ай бойы қаламыздың орталық көшелеріне егілген ағаштар күн санап азайып жатқанын айтқан болатынбыз. Редакциялық ұжым болып жасыл телектердің неліктен мұндай халге душар болғандығын анықтауға кірістік. Айтсам сенбесіз, нәтижесінде қураған ағаштар демі таусылған адам секілді осылай қала маңайына жерленіп жатыр екен. Нақтырақ айтсақ, қала сыртындағы шәуілдір тас жол аумағында орналасқан қоқыстар мекеніне қураған ағаштарды түбімен кесіп, көлікке тиеп апарып тастауда. Көгеріп жайқала алмаған жасыл газондар да орылып, ағаштармен бірге құшақтасып жатыр. Осылайша қолдан жасалған олқылықтың кесірінен Түркістанда қураған ағаштар мазары пайда болды. Түркістандағы Хақназар орталық көшесі бойындағы Жасыл Түркістан мекемесіне қарасты бей-берекет қалдықтар төгетін мекенде де өлі ағаштардың қаңқасы тау-тау болып үйіліп жатыр. Біз желектерді күтімсіз қалғандықтан өкпелеп басқа жерге көшіп жатқан болар деп ойласақ, олардың бастары кесіліп, қоқыстар мекеніне жерленіп жатыр екен. Біздің Жаңа Түркістан редакциялық ұжымы қала ішіндегі көгалдандыру жұмыстарының ақсандап жатқандығына тоқталып, сараптама жүргізген болатын. Дегенмен айта-айта алтайды, Жамал апам қартайды демекші, үнімізге құлақ асқан бірде-бір жан болмады. Ағаштардың мазарындағы қураған миллиардтарды көзбен көргенде, осы қаржыны қаламыздың басқа да әлеуметтік жобасына жұмсасақ болмас па еді деген ойға қаласың. Қараусыз қалып, күтім көрмей қоқыстар мекеніне аттанған мазараттағы ағаштар бүгінде бізге көкте тұрып қарғыс жаудырып тұрған болар.